Өрт сөндірушілердің әр күні қауіп пен қатерге толы. Бірақ олар халыққа көмек көрсеткен әрбір сәтін бақытқа балайды. Азамат Әлімжановты да бүгінгі күннің батыры деуге болады. Ол күні кеше жалындаған оттың арасынан 11 адамның жанын аман алып қалды. Өз ісінің шебері бұл ерлігін күнделікті жұмыс барысын деп түсіндірді. Азамат, сіздерде жұмыс тәртібі қалай жүзеге асады? Бізде таңертең бастап сағат 7:30-да бастап келеміз. Дайындаламыз. Сағат 8-де развод, оған дейін боевой одежданы қараймыз. Касканы бәрін киіп шығамыз. Общий построение болады, кімде қандай замечание бәрін тексереді. Енді өрт сөндіру кезінде сіздің 11 адам құтқарғаныңызды естіп отырмыз. Бұл бір ерлік шыны керек. Жалпы құтқару кезінде өртке бас сұғып кіресіздер. Қандай сезімде боласыз? Қорқыныш болды ма? Жоқ, ондай қорқыныш сезбейсің. Ол кезде ойламайсың ғой. Ол кезде адамдар бар деген кезде ішіне кіріп кетесің, ойланбастан. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Расымен де солай. Азамат өзін кеудесін отқа тосқан батырға баламаса да, әріптестері оны бағалап, арнайы марапатқа ұсынып отыр. Сондықтан ол мереке қарсаңында елбасының қолынан медаль алады. 6 өрт сөндіру бөлімінде қазіргі таңда 56 қызметкер штат бойынша жұмыс істеуде. 6 өрт сөндіру техникасы бар. Сізде айта кеткен өрт сөндіру деген бізде ірі өрттер көп болады. Бөлім аумағында бізде 7 өрт сөндіру мұнай сақтау қоймалары орналасқан, және басқа да қауіпті объектілер нысандар көп. Базарлары, орталық базарлар, сол сияқты нысандар. Күнделікті жауынгерлік кезекшілікке 12-13 қызметкер түседі. Қызметін атқаруда бөлім аумағы үлкен болғандықтан бөлімде шығыстар өрттерде көп болады. Өрт сөндіруші болу жай ғана мамандық емес. Оған үлкен жүректілік пен физикалық дайындық аса қажет. Мысалы, мына спорт кешеніне өрт сөндіруші мамандар аптасына 2 рет келіп дайындық жасайды. Батырлықтың белгіленген өлшемі жоқ. Тіпті сіз де, құрметті көрермен, өзгеге қол ұшын созып жүрген, жүрегі кең, мінезі жомарт, бүгінгінің батыры болуыңыз мүмкін. Ендеше халқымызды қорғауда алдына жан салмайтын, өз өмірін өзгелер үшін құрбан етуге даяр осындай азаматтар аман болсын.